Ертеде үлкен қандықта Айбар мен Салтанат есімді екі жас өмір сүріпті. Айбар батыр әрі ақылымен елге танылған ханның баласы. Ал Салтанат болса қарапайым диқаншының қызы. Айбар жас кезінде ақ елін қорғау жолында талай ерлік жасап, өзге жұрттың құрметіне бөленген. Ал Салтанат өз қарапайымдылығымен, жүрегінің мейірімімен барша ауыл тұрғындарының сүйіктісі еді. Бір күні Айбар ел аралап жүріп, Салтанаттың ауылына келеді. Ол бұл жердің тыныштығы мен адамдардың еңбекқорлығына сүйсінеді. Салтанаттың гүл бағын күтіп баптап жатқанын көргенде, оның көркі мен табиғатқа деген махаббатына ғашық болады. Олар алғаш рет сөйлескенде бір-бірінің жан дүниесін сезіп, өздеріне ортақша ерекше байланыс барын байқайды. Бірақ олардың махаббаты қиындықтарға толы болады. Ханның ұлының қарапайым қызға үйленуі елдің әдет-ғұрпына қайшы болатын. Айбардың әкесі бұл некеге қарсы шығып, ұлына басқа бір ханның қызын алуды бұйырады. Сенің мәртебең биік, ал бұл қыздың тек шөпшегі ғана бар. Оның жанында сенің атың да кішірейіп қалады, деді хан. Айбар әкесінің сөздеріне көнгісі келмейді, бірақ ол отбасының хандықтың абыройына да кір келтіргісі келмеді. Ал Салтанат болса, сүйгені үшін ешқашан ауыр сөз айтпайтын сабырлы жан еді. Ол бір күні Айбарға: «Егер мен сенің өміріңді қиындататын болсам, мен өз бақытымнан бас тартуға дайынмын. Сенің есендігің мен үшін бәрінен қымбат», дейді. Бұл сөздерді естігенде Айбар оның құрбандыққа даяр екенін түсініп, Салтанатқа одан әрі ғашық бола түседі. Бірақ махаббаттарын қорғау үшін екеуі тағдырдың үлкен сынақтарын қабылдауға шешім қабылдайды. Сол кезде көрші елдерден бір хан Айбардың әкесіне елін басып алуға соғыс ашатынын хабарлайды. Айбар дереу әскери жасақ құрып, жауға қарсы аттанады. Бұл шайқас өте ауыр болады. Көп сарбаз қаза тауып, Айбар жаудың қолына түседі. Ол бірнеше ай тұтқында болып, күн сайын өз өмірінің соңғы сағаты келетіндей күй кешеді. Бірақ оның жүрегінде Салтанаттың бейнесі үнемі жарық шашып тұрды. Салтанат болса, бұл уақытта сүйгенін босату үшін қолынан келгенін жасайды. Ол Айбарды іздеп, таулар мен ормандарды кезіп, ақырында тұтқындарға баратын жолды табады. Оның батылдығы мен сүйіспеншілігі арқасында ол Айбарды жаудың лагерінен босатып алады. Олар бірге туған жеріне оралады. Елге оралған соң Айбар мен Салтанаттың ерлігі бүкіл хандыққа белгілі болады. Ауыл тұрғындары олардың махаббаты мен қайсарлығын естіп, оларды қолдай бастайды. Айбардың әкесі де ұлының өз сезіміне адал екенін көріп, ақыры бұл некеге батасын береді. «Сен екеуіңнің махаббатын елді біріктіруге қабілетті екен. Мен қателескенімді мойындаймын», дейді хан. Айбар мен Салтанат үлкен той жасап, өмірлерін бірге өткізеді. Олар махаббат пен адалдықтың шынайы үлгісі ретінде тарихта қалады. Олардың есімдері ұрпақтан ұрпаққа жеткізіліп, ел арасында махаббат бәрінен биік деген ұлы сөз қалыптасады. Ал енді менің тыңдармандарым, бұл әңгіме махаббаттың адалдық пен құрбандық арқылы барлық қиындықтарды жеңе алатынын көрсетеді. Егер сізге ұнаса, лайк басып,
парақшама тіркеліп кетуіңізге болады.